Мына шаян белгісінің желеп жебеуші ғаламшары ай болғандықтан барлық ай толулар, жаңа айлар сіздерге тікелей әсер ететін болады. Сіздердің сезімдеріңізге ай міндетті түрде әсер етеді. Сондықтан да сіздерге қатысты болады. Бұл кезеңде тоқты белгісіндегі айдың толуы бұл шапшаңдық, алға қарай жылжу, еш нәрседен қорықпау, және тек қана алға және тоқты белгісі бұл мен деген белгі ғой. Эгоист белгі, еш нәрседен қорықпайтын белгі, және барлық жерде ең бірінші нәрсені істеу керек болатын болса, сіздің тоқты белгісінде айыңыз болса, немесе күніңіз болса, егер сіз қасыңыздағы адамдарды байқасаңыздар, дәл сол адамдар көп нәрседе бір нәрсені бір бастайтын адам таппайтын кезде міндетті түрде сол тоқты белгілері бірінші жаңағы арбаны тартатын адамдар, істі бастап беретін адамдар. Себебі шапшаңдықты қалайды, ішкі напор бар, кей кезде дау жанжалға да апарады. Себебі кей кезеңде дау жанжалсыз да шешілмейтін нәрселер болады. Дау жанжалдың бәрі жамандыққа апарады де, ол дұрыс емес. Ал дәл осы ай толы кезеңде жай ғана жаңағы сабырлы болып қалуға болмайды. Себебі бұл кезеңде қайта сезімдер, мінез көрсету, өзіңнің шынайы ішкі меніңді көрсету бағалы, құнды болады. Және табиғи шынайылық адамның көрінетін болады. Және шаян белгісі сіздерге міндетті түрде әсер етеді. 28 маусым менен 10 шілде аралығында туылған азамат-азаматшалар. Байқаңыздар, өмірлеріңізге тосын сыйлар болады, от шашулар болады. Сіздер қосымша күшке ие боласыздар. Өздеріңіздің армандарыңыз, бір әйтеуір армандарыңыз жүзеге асатын болады. Өздеріңізді бірінші орынға қоясыздар. Дәл осы кезеңде. Бұлайынша шаяндардың негізі бірінші орынға қойғаны көптеп кездеспейді. Себебі шаян белгісі эгоист белгіге жатпайды, біздің астрологиялық тілмен айтсақ. Ал бірақ дәл осы кезеңде сіздер өздеріңізді бірінші армандарыңызды қоятын боласыздар. Өздеріңізді бір себебі соған құқығым бар дейсіздер.